Кешкі тамаққа ерекше бір тамақ дайындағыңыз келіп отырса, онда осы видеоны толық қарасаңыз болады. Картопты суға пісіріп алдым, және қабығынан аршып, пюре жасап алдым. Дәміне қарай тұз қостым. Пюреден осындай домалақ шариктер жасап алдым, және ортасын осындай стақанның көмегімен түбіне май жаға отырып шұңқыр жасап алдым. Енді осының ішіне салғанға начинка дайындадым. Ол үшін фарш пен пиязды және тұз бұрыш қосып араластырып алдым. Пиязды мясорубкадан өткізіп алдым. Фаршты осылай жаңағы жасап алған шұңқырдың ішіне орналастырдым. Бетіне құйғанға соус дайындадым. Ол үшін сырды теркадан өткізіп алдым және майонез бен сметананы қостым. Жақсылап араластырып, осылай беттеріне жағып шықтым. Духовканы 180 градусқа қойып, 40 минутта пісіріп алдым. Міне осылай беті қызарып, әп-әдемі болып пісіп шықты. Дәмі де үйдегілердің барлығына ұнады. Жасап көруге кеңес беремін. Тарелкаға бірден осындай ыстық күйінде салмай 5-10 минут күтіп барып салған дұрыс. Егер сізге осы рецепт ұнаса, лайк, комментарий қалдырып өзіңізге сақтап алыңыз және парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз.